Бірнеше күннен кейін жаз басталады. Ұлттық статистика бюросы демалыс маусымына орай еліміздегі шипажайлар туралы мәлімет жариялады. Сонымен елімізде Қазақстанда 172 мекеме бар екен. Оның 109-ы санаторий, 27 оңалту орталығы, 9-ы профилакторий, 7-еуі мамандандырылған және басқа да шипажайлар. Сауықтыру нысандарының көбі жекеменшік, нақтырақ айтсақ 127-сі жеке бизнеске тиесілі, 42-сі мемлекеттік, 3-еуі шетелдік инвестордікі. Шипажайлардың 66-сы қала аумағында болса, 106-сы ауылды жерде орналасқан. Қай өңірде курорт көп? Бұл жағынан Түркістан облысы көш бастап тұр, онда 72 мекеме жұмыс істеп тұр. Одан кейін табиғат әсем Ақмола облысы. 172 курорттың 13-і осы өңірде орналасқан. Алматы қаласы мен Қызылорда облысының әрқайсысында 11 демалыс орны бар. Айта кетейік, өткен жылы шипажайларда 380 мың адам демалыпты, оның 60% әйелдер қауымы.